Енді мен туралы әңгіме бар, мысалы әулие аралайды дейтін. Енді ол әулие аралайды деген түсінік қандай түсінік та? Мысалы пайғамбар салам қабірге зиярат жасаңдар дегенде, бұл пайғамбар саламның хадисі да. Ал енді елде мен көріпкелдер сияқты әулие араламаймын. Өзімнің баратын өзім ұстаздарым бар. Мысалға мәшһүр бар, Қожа Ахмет бабам бар, Арыстан баб бар. Өзім сол жақтың тумасымын, Арыстан бабымның сол маңайында тумасымын. Сол жерлерге ғана барам да, белгілі бір өзім ұстаздарыма ғана барам. Бекет ата бар, Алматыда Алмерек бабалар бар, мысалы, Райымбек ата бар, мысалға да. Бұларды көріпкелдер зиярат қылады деп, мен сонда зиярат қылмауым керек пе? Мынау христиандар Хазіреті Исаны өздеріне құдай қылған. Сонда біз Хазіреті Исаны солар христиандар құдай қылып, біз оны сонда пайғамбар ретінде қабылдамауымыз керек пе? Сондықтан бұл кісілер әулие кісілер, және бұл кісілер олама кісілерді. Ал енді сен әулие арламай жүрсің ба? Сен өзінің еліңдегі аталарыңа, өзіңнің атаңа баруға намыстанасың, оны ширк санайсың да. Өйткені сенің ақидаңда Абу Ханифа деп сыртын жауып жүрген негізгі ақидаңда сенің сәләфизм ақидасы бар да. Ал біздің ақидамызда сонау бабалардан келе жатқан, имам Матуриден келе жатқан ұстаным бар бізде. Сондықтан біз әулие кісілер дейсің. Мысалға сенің қазір оқып отқан кітаптарың бар, мысалға да. Қайсысы оның әруақ емес та. Мысалға пайғамбарымыздың басына барасың, зиярат жасайсың. Одан кейін сол жерде Жәннәтіл Бақи бар, сол жерге барып зиярат жасайсың. Ухудтағы сахабаларға зиярат жасайсың, тағы басқа сол жерде былай қарағанда әруақтарға зиярат жасайсың да. Сонда біз өзіміздің бабаларымызға, пайғамбарымыздың хадисімен әулиелерге зиярат жасау дұрыс емес те сенің оғың бойынша. Ал сенің Мәдинеға барып, Жәннәтіл Бақиға, яғни қарапайым ғана адамдардың жерленген сахабалардан бөлек, сол жерге сенің баруың, ол жақта әруақтарға зиярат жасауың сенге дұрыс болады да менге бұрыс болады ма сонда? Өзің де сол жаққа барып жүрсің ғой. Екіншіден сенің оқып жатқан кітаптарың барлығы әруақтардың кітабы емес пе? Имам Ғазали өмірден өткен әруақ, Абу Ханифа өмірден өткен әруақ. Сенің бүкілгі оқып жатқандарың, тіпті сенің өзінің Әл-Уахабтың немесе тағы сол сияқты сол Әл-Уахабтың ұстаздарының барлығы бұл өмірден өтіп кеткен әруақтар ғой. Сондықтан ақиқатты жалғанмен шатастырмау керек та. Бұл заманда көріпкелдердің сол зиярат жасау арқылы біздің бабаларымызға былай қарағанда бидғат жасауда да. Біз осы елде сол бидғатты қарауымыз керек. Бұл біз мүфтиятта да бұл нәрсені бекіткенбіз. Мен ғұламалар кеңесінің мүшесімін. Сондықтан менің барып жүрген Қожа Ахмет Яссауи бабамызға, яғни әруаққа біздің президентіміз Тоқаев мырза да барады. Менің барып жүрген мәшһүр Жүсіп бабамызға біздің президентіміз Тоқаев та барады, және бас мүфти де барады, ғұламалар кеңесінің мүшелері де барады. Зиярат жасайды. Кеше өткенде Көкілташқа бардық, Бұхарадағы. Сонда Көкілташқа барсақ, бір бөлмені мәшһүр Жүсіптің бөлмесі деп қойған екен. Ішінде кітаптарын қойған. Сонда сұрасақ, біздің Тоқаев президентіміз сол жерге Өзбекстан президентімен зиярат жасап, мәшһүр Жүсіпке бабамызға осылай бір құрмет көрсеткен екен де. Яғни былай қарағанда бұның барлығы әруақ емес, не құрметті ағайындар. Бірақ сендердің ұғымдарыңдағы жаңағындай ойлап жүрген ол көріпкелдердің салыстырмасы да, бір жағынан көріпкелдердің, палшылардың, олардың адасқандардың тірлігі екінші, және сендердің сәләфилік ақидаларында өздеріңді сендер ханафимін деп ойлайсыңдар, бірақ діттеп келген уақытта сендер ханафи емессіңдер. Өйткені сендердің ақиданы сұрайтын болсаң, ақида қаншау деген уақытта ақида 6 дейсің, сол жерден барып кетесің. Немесе өз бабаларыңды, өз аталарыңды мойындамайсың. Арабтың, түріктің, парсының ғұламасы болса, оның кітабын оқисың. Ал өзіңнің туған атаңнан әулие шықса, ғұлама шықса, оны мойындай алмайсың. Енді сен маған айтшы, біздің мүфтият айтады, дәстүрлі ислам дейді. Дәстүрлі ислам менің жолым ба? Жоқ әлде сенің жолың ба?